Достар, қараңыздар. Мына ғимараттардың үстінде тұрған ана бөшкелерді көріп тұрсыздар ма? Сол бөшкелерге су құйып кетеді. Бұл елде су да жоқ екен, орталықтандырылған. Міне қараңыздар, мына үлкен бөшкелер. Біздің ана кухня, ваннаға келетін суларымызды біз мысалы орталықтандырылған су жүйесінен аламыз ғой, Құдайға шүкір. Бұл жерде ол да жоқ екен. Сосын әр ғимараттың анандай күн энергиясы генераторы бар болса, светке күндіз-түні қол жеткізе алады, жоқ болса ол да жоқ. Және де қарап тұрсаңыздар, бұл елдің халқы мұны үйді хотя бы әктеп қою дегенді білмейді ау деген ой келді маған. Қарасаңыздар, мына ғимараттарға мына 20 жыл әктемеген бұл краска жарайды мейлі. Краска қымбат болса да әктеп қоюға болады ғой, мына қалай деп өз-өзіммен сөйтіп сөйлесіп отырмын да. Мен сіздерге балконнан көрсетіп тұрмын. Мына мысалы 5 айрық жол. 5 айрық жолда қараңыздар, светофор деген жоқ. Полиция регулирование жасау деген жоқ. Өз басым бір ойнап күліп жүрген балалар, мектеп, ештеңе көрмедім. Ар жағынан да азанның дауысын естіп тұрған шығарсыздар. Енді біле жүріңіздер деп түсіріп жатқаным сіздерге. Қараңыздар. Бір жарқырап тұрған бір ғимарат көріп тұрсыздар ма? Адам деген сәл краскілеп қойса да, краскамызды известпен әктеп, жылына бір рет әктеп қоюшы еді өзіміз баяғыда ауылда тұратын кезде. Міндетті түрде көктем шыға салысымен әктеген табиғатта ең арзан, қол жетімді краска ғой, табиғи краска. Мына жерде оны да білмейді екен ау деп өз-өзіммен сөйтіп қиялдап отырмын.